Барлығыңа сәлем. Менің есімім Бекзат, жай ғана Бека десеңдер болады. Мен Қазақ-Британ техникалық университетінің 2-ші курс студентімін. Мамандығым IT саласы, оның ішінде ақпараттық жүйелер. Бұл КБТУ туралы 2-ші бөлім видеосы, 1-ші бөлімі төмендегі сілтемеден немесе профильден қарасаңыздар болады. Ендеше бүгінгі қозғалатын тақырыптар қандай? Бүгінгі қозғалатын тақырыптар ол қанша балл жинасам мен КБТУ-ға түсе аламын. Одан кейін студенттік өмір, қандай бізде ұйымдар бар. Одан кейін 1-ші курсқа барғанда не істеу керек, нені білуім керек, фокустық школалар, яғни фокустық мектептер туралы мен айтатын болам. Ендеше кеттік. Бізде Қазақ-Британ техникалық университеті коды 421 университеттің. Енді бізде 110 деген балды қойған IT саласы бойынша, басқа салалар бойынша КБТУ-дың официальный Instagram парақшасы бар, мына жерде шығып тұр. Сол жерге кіріп, сол жерде қандай мамандыққа қанша балл қажет, проходной, яғни осыны қарап алсаңыздар болады. Ал IT саласына жауап беретін болсам, былтыр 96-мен түскен, ауыл квотасынсыз және ауыл квотасымен қателеспесем 53 баллмен түскен. Сол себепті егер сіз 110-нан ассаңыз, немесе 110 балл жинасаңыз, КБТУ-ға түсуге шансыңыз 100% деп есептеймін. Себебі биыл грант саны ақпараттық технологияларға көбірек бөлінген біріншіден. Екіншіден былтыр 100 балл болды бізде проходной, 23-24 жылғы перваштар үшін ол кезде 100 баллмен де КБТУ-ға түскен болатын. Егер 99 алсаңыз, енді биылғы алдағы система бойынша өсуі мүмкін, бірақ 110 болып тұр, 109 алсаңыз өкінішке орай түсе алмайсыз. 110 балл алған жағдайда сіз грантқа бұйыртса документтеріңізді дұрыс тапсырсаңыз 100% түсуіңіз керек деп есептеймін. Одан кейін енді КБТУ-дың системасына тоқталайық. КБТУ-дың системасы енді аты айтып тұрғандай, британский системаны да қолданады. Бұл жақта ерекше атмосфера, ерекше бөлек. Былайша айтқанда элита дейді ғой. Бұл жақ сондай универлердің қатарына кіреді. Қазақстандағы топовый, ерекше стильді универлер қатарына кіреді. Бізде бір плюсы преподтар туралы мен өткен видеода айтқан болатын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Преподавательдеріне сөз жоқ, барлығы күшті, барлығы керемет. Одан кейін бізде сабақ кестесін өзіңіз құрсаңыз болады. Бірінші семестрда сізге сабақ кестесін автоматты түрде құрып береді. Бізде бірінші курста байқағаным, бірінші семестрда фамилия бойынша бөлген преподтарға. Мысалы сіздің лекторыңыз немесе жаңағындай практикантыңыз екеуі екі түрлі болса, ол нормально. Одан кейін айтатын осы ВСП КБТУ сайты таныстырылады. Сіздер университетке түсті дегеннен кейін, грант результат шыққаннан кейін, олар сізге жеке почта береді, және сіздер сол почта бойынша бүкіл ақпараттарды білесіздер. Оқу басталады, қыркүйек айының басында басталады, кәдімгі мектептегі сияқты. Және ол қысқы семестр бізде 26-шы сондай декабрьдің аяқ жағына дейін жалғасады, яғни жаңа жылға дейін. Сосын сіздер сол жерден 10 күн бойы қателеспесем менторстей, яғни жаңағыдай түлектерді, перваштарды қарсы алып алу, оларды таныстыру, университетті тағы сол сияқты емтихандар, тағы басқалары болады. Университетке келген кезде сіз ағылшын тіл деңгейіңізді анықтау үшін барасыз, белгіленген кабинетке барып, сол жерден кезек алып, сосын кіресіз. Сізге айтарым, ешқандай дайындалып барудың, қандай сұрақ келеді деудің қажеті жоқ. Сізде қандай уровень бар, сол уровеньге түсіңіз. Сізден сұрайды, қай уровеньсің дейді. Егер білмесеңіз, сұрақтар қояды. Жауап бергеніңізге қарай сізді деңгейге жібереді. Былтырдан бастап А0, А1 деңгейлері қосылған болатын. Сіз А0-ден бастап C1, C2 осы деңгейлер аралығында оқитын боласыз. Бұл ағылшын тілі сабағы бірінші семестрда болатын. Соған деңгейге бөледі. Сізге айтарым, сол кезде өз деңгейіңізде тапсырыңыз. Егер жоғарғы деңгейді алсаңыз, сізде жаңағыдай сессияны тапсыру, сабақты жабу қиын болады. Ал ағылшын тіл сабағында 10 кредит, және сіз оны жапқан кезде жаба алмай қалсаңыз, кемі 300 мың, енді бір кредит 30 мың болған біздің кезімізде, енді өзгеруі мүмкін алдағы уақытта. Жалпы сол нәрсені ескергеніңіз жөн, өз деңгейіңізге түсіңіз. Ешқандай дайындалып барудың, жоғары деңгей алып алудың қажеті жоқ. Келесі нәрсе бағалау жүйесі. Бағалау жүйесі бізде квиздар деп айтылады.
квиз 1, квиз 2. Квиз дегенге кәдімгі телефоннан тапсыратын квиз деп ойлап қалмаңыздар. Бұл атауы, және бізде 7-8 аптадағы мидтерм деп айтылады, ал 14-15 аптада тапсыратын емтихандарда оны эндтерм деп айтады. Былайша айтқанда рубежкалар бұның бәрі. Ал файнал 2 аптаға жалғасады, яғни сессия. 2 апта бойы сіздер сол өздеріңіз оқып жатқан пәндер бойынша сессия тапсыратын боласыздар. Бізде мысалы қалай болады бағалау жүйесі? Бізде әр нәрсеге, мысалы әр квизға 4-ші апта басталады. Алғашқы 3 апта ештеңе болмайды. 4-ші апта басталады, сол кезде 100%, басқа университет сияқты 100% емес, ол жерде кәдімгі балл береді. Жалпы саны 100 балл, 40 баллды сіз сессиядан жинайсыз. Ал 60 баллды мынау квиз, эндтерм, мидтερμдардан жинайтын боласыз. Квиз 1 бізде 4-ші апта болады, 7-8 апта мидтерм, одан кейін 11-ші апталарда квиз 2 және 14-15 аптада эндтерм болады. Сіздерге айтарым, бұл кезде сіздерге сол 60 баллды бөліп береді. Домашкаға беру мүмкін, және тағы басқа нәрселерге, заданияларға, активитилар, яғни тақтаға шыққаныңыз, сол сияқты нәрселерге беруі мүмкін, береді. Сол кезде сізге айтарым, ешқандай балыңызды жоғалтпаңыз. Себебі 1 балл жоғалтсаңыз да, ол ертең мысалы әжептәуір нәрсеге әсер етеді. Стипендияны сақтап қалуға және басқа нәрселерге бұл нәрсе керек. GPA деген нәрсе бар, оны университетке келгенде түсіне жатарсыз. Алдағы уақытта тағы видеолар шығарамын ол туралы. Ол GPA деген қарапайым тілде мектептегі сияқты бағалар. Сіздер ертең осы 60 баллды осылай жинайсыздар, соның 30-ын жинауларыңыз керек. Ол университеттердің барлығында бар система. 100 баллдықпен бағаласа да 50%-тен кем алсаң, сен уже пересдача FX-қа қаласың. Ал бізде пересдача бағасы былтыр 35 000 теңге болатын. Бір-ақ рет тапсырасыз, яғни 10 балл мен 20 балл аралығында алсаңыз файнал сессиядан, ал мына жақта сессиядан 0 балл мен 10 балл аралығында алсаңыз, сіз уже автоматты түрде ретек, яғни летаға қаласыз. Былайша айтқанда, бұл система 40 балдық система. Сессияда 40 балдық системаның жинау керегі, сонда 20 баллды жинауыңыз керек, 50%-ін. Ал мына жақтағы 60 балдың да 30 баллын жинауыңыз керек, кем дегенде 29-да 5 қателеспесем, жуықтап 30 деп айтады. 30 баллды жинауыңыз керек 60 балдан. Бұл туралы мен телеграм каналымда толық жазған болатын. Тағы да түсінбей жатсаңыздар, сұрасаңыздар болады. Университетке келгенде бұл автоматты түрде бұған үйренесіздер. Шошудың қажеті жоқ, ешқандай да бұл нәрсеге де үйреніп кетесіздер. Бұл барлық универде бар система, сол үшін одан қорқудың қажеті жоқ. Сәл өзгеше демесеңіздер, барлығы әдемі. Келесі нәрсе ол студенттік өмір. Студенттік өмір қалай бізде? Студенттік өмірде бізде ұйымдар бар. Артхаус, например. Артхаус ол өнер жағынан, яғни бүкіл іс-шараларды ұйымдастыратын, концерттерді ұйымдастыратын осы артхаус. Өнерлі жан болсаңыз, сол артхаусқа кірсеңіз болады. Барлық жаңағындай осындай ұйымдарды таныстыру, ол осы менторсте, яғни 25 тамыз осы аралықта болатын іс-шараларда көрсетіледі, таныстырылады. Одан кейін мысалы ОСИТ, организация информационных технологий, студентов информационных технологий, яғни олар менторлар. Бізде куратор деген әңгіме жоқ, группа деген әңгіме жоқ. Бізде группа жоқ екен, жоғарыда айттым. Сабақ кестесін өзіңіз таңдаған кезде бірінші семестрде өздері қойып беретінін айттым. Фамилия бойынша бөлді бізді, например, осы нәрселер тоқталған болатын. Сол сияқты бізде куратор деген әңгіме жоқ. Бізде екінші курстар менторлар, екінші, үшінші курстар, жоғары курстар сіздерге 1 жыл бойы кез келген сұрақтарыңызға жауап беріп, сіздерге көмектесіп, былайша айтқанда, олар волонтерлар, сіздерге бағдар беретін, куратордың орнына куратор болатын кісі, былайша айтқанда, үлкен көмегі зор, мысалы, бұл ұйымның. Одан кейін, мысалы, Big City Life, например, олар іс-шаралар, бөлек кештер, сондай заттарды ұйымдастыратын ұйымдар. Ондайға қызықсаңыз да, осындай, немесе табиғатқа қызықсаңыз, Mountain King тауға шығады, әр апта сайын турлар ұйымдастырады. Басқа Алматының неше түрлі әдемі жерлері бар, сол жерлерге ұйымдастыратын. Немесе Сенат, мысалы, сіз бұрын
өзін-өзі басқару ұйымында президент немесе сол ұйымда болсаңыз, университет кезінде де сіз осылай өзіңіздің жобаларыңызды ұсынып, былайша айтқанда университеттің сенатына кірсеңіз болады. Осы сияқты бізде ұйымдар бар, спорттық және тағы да басқа. Осы жерлерге кірсеңіздер болады. Бізде КБТУ кап деген болады, спортқа жақын болсаңыз, факультеттер арасындағы сайыс, шетел чемпион болған осы жылы біздің факультет. Сол сияқты сіздер өздеріңіздің студенттік өмірлеріңізді ұйымдастырсаңыздар болады. Келесі нәрсе орта деген зат. Орта ол өте маңызды зат, оны білесіздер. Орта мына жаққа келген, мысалы 130-дан 120-дан асқан балалардың қай түсіп жатқан қараңыздар, олар КПТУ-ға келеді көбісі. Сондай балалармен араласасыздар. Басқа жерлерде мысалы спорттық программированиядан чемпион, біреуі жаңағындай спорттан чемпион, шынайы спорттан, немесе сурет жағы, өнер жағы, неше түрлі жақ бар, адамның неше түрлі өзінің өнері бар. Сондай 8 қырлы, бір сырлы студенттермен сіз оқитын боласыз. Ол сіздің дамуыңызға әсер етеді. Мысалы, мен жатақханада бірінші семестрда жатқан балаларым дисциплинаны мықты ұстанатынбыз. Бәріміз бір-бірімізден қалыспай, бәріміз бір-бірімізге көмектесіп, солай сессияға да бірге дайындалып, екінші семестрда да солай сессиямызды бәріміз аман-есен жапқан болатынбыз. Сол сияқты сіздер орта деген жағынан прям керемет ол деген. Сіздер олармен араласыңыздар, мен сіздерге кеңес берем. Егер бірінші курста барсаңыздар бұйыртса, ол жақта кез келген адамдармен араласыңыздар, барынша жатақханаға жатуға тырысыңыздар, себебі жатақханада студенттердің көп бөлігі жатады. Оның үстіне, мысалы, бізде группа жоқ болғандықтан күнде сабаққа барасың, басқа сабақта басқа балалармен отырасың. Солай саған бір жағы ол керек, өйткені самостоятельно бола білуің керек, кейін жұмыста саған ешкім көмектеспейді, өзің жаңағыдай шешім қабылдап, өзің істей аласың, өзің істеуің керек. Сол себепті бұл системада сондай. Ал бірақ жатақханаға жатсаңыз, ол туралы бөлек видео шығаратын болам. TikTok'ымда бұл туралы обзор жасаған болатынмын жаңа жатақханаға. Көрсеңіздер болады. Жатақхананың ескісі де жаңасы да барлығының жағдайы өте тамаша, маған ұнайды, ерекше ыстық жер. Сіздерге айтарым, сондай адамдармен араласыңыздар, жатақханада бір-бірлеріне көмектеседі, адамдар жинайсыздар, өзіңіздің білмегеніңізді үйренесіз, білгеніңізді үйретесіз. Солайша айтқанда сіз дамисыз. Бұл нәрсе өте керек нәрсе. Келесі перваштар білу керек бір нәрсе, ол силабус деген нәрсе. Сіздерге силабус береді, яғни сіздің бір семестр бойы қалай, қай нәрсеге, мысалы, үй жұмысына қанша балл, активитиға қанша балл, квиз бірге, энчормға қанша балл береді, осы қай аптада болады, соның барлығын сіз білуіңіз керек. Себебі ол ертең өзіңіз алдын ала оған дайындаласыз. Дайындалған кезде қай кезде не болады, соның бәрін біліп отыруыңыз керек. Силабус деген сол нәрсені ескеріңіздер. Одан кейін группалар болады. Бізде основной барлығы телеграм группалары ашылады. Телеграм группалар 23 жылға түскен оқушылар, студенттер, немесе сіздерге 24 жыл, одан кейін дальше кете береді. Соларға арнайы группалар ашылады. Одан кейін әр сабақтың группалары ашылады телеграмда, және оның ішінде преподтарға бөлінеді. Мына жерде көріп отқандарым болса, бұл сол сіздерге өздеріңізге бөлек ашады. Бұған ссылкасын сұраудың қажеті жоқ, бұған кірмей ақ қойыңыздар. Бұл жер бізге арналған, өздеріңізге жаңа группа бұйыртса сентябрьде ашылып беретін болады. Сол группаларға кіріңіздер, білмегендеріңізді сұрайсыздар, білгендеріңізді айтасыздар, үйретесіздер, бір-бірлеріңізді біліп отырасыздар. Бұл өте пайдалы деп есептеймін. Кейін айтатын нәрсе, бұл бірінші курстың сабақтары. Мысалы, IT-дің сабақтарын айтатын болсам, бірінші семестрда дискретті математика, жаңағыдай C++ тілі, яғни ПП деп айтады қысқартып, принципы программированиядан, ағылшын тілі өз уровеніңізге қарай бөлініп, ағылшын тілі сабағы және калкулус 1. Бұл вышматтың жалғасы, то есть математиканың жалғасы вышмат. Математикалық аналитика деп айтып жатады. Бұл нәрселердің барлығын мен телеграм каналымда көрсеңіздер болады. Мен сол жерде жазған болатынмын. Қандай нәрселер болады, қалай болады, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Алдағы уақытта бөлек видео жасаймын. Егер ұнаса, керек болса, комментарийға жазыңыздар.
Және стипендия жайлы айтам. Стипендиядан құлата ма, әдейі құлататын преподтар бар ма, ол туралы да өткен видеомда айтқан болатын бірінші бөлімде. Стипендияны қалай аласыздар? Стипендия сіздер грантқа түскеннен кейін алғашқы 4 ай және қаңтар айын қоса алған кезде 5 ай стипендия аласыздар. Ал одан кейінгі стипендия, яғни жаздың аяғына дейінгі стипендия, ол сіздің бірінші семестрдағы нәтижелеріңізге зависит, яғни соған байланысты. Ол, яғни сіз 70-тен асырып жабуыңыз керек барлық сабақтарды. Сол кезде сіз стипендияңызды сақтап, ары қарай сол қаңтар айынан кейін жаздың аяғына дейін стипендияны аласыз. Ал одан кейінгі уже екінші семестрдан нәтижесі сіздің екінші курстың бірінші семестрындағы нәтижеңізге әсер етеді. Былайша айтқанда, стипендияны сақтап қалуға және одан айырылуға және оны қайтадан қайтарып алуға болады. Сол нәрсені сіз ескеріңіз. Енді КБТУ-дың маған ең ұнаған плюстары қандай? Сол нәрсеге тоқталғым келіп отыр. Мен IT саласын таңдағанда менде екі выбор болды: КБТУ немесе СДУ. Осы вариант барлығында қиналған деп ойлаймын, осы вариант таңдау барысында. Мен КБТУ мен СДУ-ды салыстыра келген кезде КБТУ-ды таңдадым, себебі КБТУ мен СДУ-дың преподтары да ұнады, сабақ таңдай аласың, екі жақтың да студенттік өмірі қызық. Енді мысалы КБТУ-дың общагасы мен СДУ-дың общагасын салыстырғанда СДУ-дың общагасы қымбат, бірақ квартира снимать етсең болады ол жақта. Ол нәрсе проблема болмады мен үшін. Одан кейін военный кафедралары, мына жақта КБТУ-дың өзінің военный кафедрасы жоқ, дегенмен басқа университеттермен келісімшарт жасалған. Басқа университеттермен келісімшарт жасап, ақылы түрде оқысаң болады. Ал СДУ-да тоже бар деп айтылды. Енді одан бөлек тағы студенттік өмірі, басқасы барлығы ұнады. Екі жақтікі де бірдей болды мен үшін КБТУ-дың СДУ-дан ең бір айырмашылығы ол қаланың ортасында орналасқаны болды. Екеуінің де статусы жоғары. КБТУ-дың қаланың ортасында орналасқан плюсы IT саласы мамандары екінші, үшінші, тіпті бірінші немесе төртінші курстарда жұмыс істеп стажировкадан өтіп бастайды. Сол кезде қаланың ортасында болған тиімді болды. Мысалы, қаланың ішіндегі компанияға кірсеңіз, сіз барып келуіңіз, ал қаскелеңнен басталған профканы Алматыға дейін мен кішкентайымнан көріп келе жатырмын. Өзім Жамбыл ауданының баласымын, Алматы облысының. Солай мен сол үшін КБТУ таңдаған болатынмын. СДУ-ды сол себепті мен таңдамадым. Оның үстіне енді кейін қараған кезде КБТУ-ды таңдағаныма соның өзінде өкінбеймін, керісінше қуанамын. КБТУ-дың преподтары, басқалары, бүкіл жағдайы мен өзім үйреніп кеттім уже бірінші курстан кейін. Барлығы маған ұнайды, барлығы өте керемет. Сол үшін мен КБТУ-ды таңдадым. Мен енді әзірше осы. Алдағы уақытта үшінші бөлім шыққан қаласаңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен алда үшінші бөлім шығаратын боламын. Сіздердің барлық сұрақтарыңызға Telegram, Instagram, TikTok және тағы басқа әлеуметтік желілерде жауап беруге және сіздердің ойларыңызды оқуға мен қуанам және оларды міндетті түрде оқитын боламын. Бәріңізге рахмет, бәріңізге сәттілік. Бұйырса сіздерді КБТУ-да күтемін.